Келесі 175-ші есебіміз 311-ден үлкен, бірақ 331-ден кіші сандар бір мезетте 2 мен 5-ке бөлінетін сандарды жазу керекпіз. Сонда x-іміз үлкен 311 санынан, бірақ кіші 331 санынан. Енді осы аралықта жататын 2-ге және 5-ке бөлінетін сандар жазамыз. Біріншісі 2 мен 5-ке бөлінетін сандар. 2-ке бөлінгіштік қасиет бойынша олар жұп сандар болу керек. Ал 5-ке бөлінгіштік қасиеті бойынша санның соңы 0 мен және 5 пен аяқталу керек. Ал 5 пен аяқталған сандар 2-ге бөлінбейді бізде. Сонда тек қана 0 мен аяқталатын сандарды ғана жазамыз осы аралықта. Ол дегеніміз 320 және 330 сандар болады екен. Келесі екіншісінде 2, 3, 5 сандарына бөлінетін. Яғни 2 мен 5-ке бөлінетін мына сандарды қалдық. Енді осы сандар 3-ке бөліне ма соны көреміз. Яғни тізбектелген сандардың қосындысы 3-ке бөлінсе, ол санымыз 3-ке бөліну керек еді. Сонда 3 пен 2-нің қосындысы 5-ке тең, 5 3-ке бөлінбейді. Тек қана 330 ғана саны болады екен бұл жерде. Сонда 2, 3 және 5-ке бөлінетін деп жазамыз да, ол 330 болады екен. Келесі 176-ші есебіміз сандарын құрама сандар деп айтуға бола ма? Жауабын түсіндіріңдер дейді. Құрама сандар дегеніміз бұл сан 2-ден көп сандарға бөліну керек. Сонда біріншісі 502.011 сан алайық. 2011 сан. Ол бізде 1-ге бөлінеді. Және 2-ге бөлінбейді, ал 3-ге бөліне ма соны тексерейік. 3-ге бөліну үшін бұл сандар тізбектелісіп қосқан кезде шыққан нәтиже 3-ге бөліну керек. Сонда тізбектеп қосатын болса 7, 8, 9 екен. 9 саны бізге 3-ге бөлінеді. Сондықтан да бұл сан 3-ге бөлінеді екен. Және дәл бұл сан 9-ға да бөлінеді. Сондықтан да бұл құрама сан болады екен. Құрама сан екен. Келесі екінші санды жазайық. 331.102. Бұл сан соңы 2-мен аяқталып тұр. Бұл 2-ге бөлінеді екен. Және 1-ге бөлінеді. Сондықтан да бұлар құрама сан болады. Келесі үшіншісі 814.401 саны бізде 2-ге бөлінбейді. Тізбектеліп қосқан сандарды қосайық. 8, 9, 10, 18. 18 саны бізде 3-ге бөлінеді. Және ол 9-ға бөлінеді екен. Сонда бұл сандар құрама сан болады екен. Келесі 177-ші есебіміз 0, 2 және 5 цифрларын қолданып, бір мезетте 2-ге, 5-ке және 10-ға бөлінетін сан құрастыруымыз керек. Яғни 2-ге бөліну үшін ол санымыз жұп сан болу керек. Ал 5-ке бөлінгіш қасиет бойынша соңы 0 мен 5 пен аяқталу керек. Ал 10-ға бөлінетін сандар ол 0 мен аяқталу керек екен. Енді бәріне бөліну үшін 10-ға бөлінгіштік қасиет бойынша шығарады екенбіз. Ол дегеніміз 520 болады және 250-ге тең болады екен. Яғни 2 санымыз ғана осы сандарға бөлінетін сандар екен. Келесі 178-ші есебіміз 18, 46, 63
222, 303 және 846 сандары бір мезетте 2-ге және 3-ке бөліну керек дейді. Яғни осы сандар қатарынан 2-ге 3-ке бөлінетін сандарды жазамыз. Яғни 18-ге қарайық, 18 саны 2-ге бөлінеді. Енді 3-ке бөліне ме, соған қараймыз. Қоссақ 9-ға тең болады. 9 бізде 3-ке бөлінеді екен. Сондықтан да 18 саны болады екен. Келесі 46 тізбектелген сандардың қосындысы 3-ке бөлінбейді. Келесі 63 саны 3-ке бөлінгенімен 2-ке бөлінбейді. 222 саны 2-ге бөлінеді және 3-ке де бөлінеді. Тізбектелген санның қосындысы 6-ға тең, 6 3-ке бөлінеді екен. Сонда 222 саны болады екен. Келесі 303 саны 2-ге бөлінбейді, ал 846 саны 3-ке де 2-ге де бөлінеді екен. Сонда екеуіне бөлінетін 3 қана сан бар екен.